6 жасқа толған балаларға арналған. Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі күндеріңе сәттілік тілей отырып, бүгінгі сабағымызды бастаймын. Оқушылар, сыныпта орналасқан 3 қатар бойынша топқа біргеміз. Бірінші топ Әлихан Бөкейханов тобы, екінші топ Ахмет Байтұрсынов тобы, үшінші топ Міржақып Дулатов тобы. Сабағымызды бастамас бұрын экрандағы суреттерге назар аударайық. Суреттерді қандай оқиға байланыстыруы мүмкін? Сізді не ойландырды? Қандай ой тұжырым жасадыңыз? Дұрыс айтасыңдар. 18-19 ғасырда қолына қаруын ұстап қазақ батырлары елін жерін қорғаса, 20 ғасырдың басында қолына қаламын ұстаған ұлт зиялылары, алаш қайраткерлері ұлттық мүддені қорғады. Ендеше бүгінгі сабағымызда алаш бағдарламасындағы ұлыс және ұлт саясатының көріністері, Алашорда үкіметінің мемлекет құру және этносаралық мәселелерді шешу үшін жүргізген күресі туралы сөз болмақ. 20 ғасырдың басында өлкеде қазақ халқын біріктіру, болашақта мемлекеттілік дәстүрін қалпына келтіруді көздеген күшті ұлт-азаттық алаш қозғалысы пайда болды. Қазақ қоғамының көзі ашық, көкірегі ояу ұлт жанды азаматтары ұлттық идея төңірегінде топтасты. Алаш көптеген түркі халықтарының, соның ішінде қазақтардың аңыздық ататегі, кейіннен ұлтты біріктіруші және тәуелсіз қазақ мемлекетін құру идеясының негізіне айналған атау. 1905 жылы желтоқсанда Орал қаласында 5 облыстан келген қазақ делегаттарының съезі болды. Бұл съезде Қазақ конституциялық демократиялық партиясын құру туралы шешім қабылданған болатын. Кейінірек осы базада Алаш партиясы дүниеге келді. 1906 жыл ақпан айында Семей қаласында қазақтардың кезекті екінші съезі шақырылды. Осы съезде алашордашылардың қойған талаптары заңды түрде Қазақстанның жерін қазақтікі деп жариялау, қазақ балалары үшін мектеп, медресе, университеттер ашу, ішкі Ресейден қазақ өлкесіне адамдардың ағылуына шектеу қою арқылы демографиялық ахуалды ретке келдіру. 1917 жыл сәуір айында Орынборда қазақ съезі шақырылды. Бұл съездің жер, дін, мәдени, қоғамдық саяси, әлеуметтік, экономикалық және басқа да мәселелерді шешу жолдарын анықтауда маңызы зор болды. Алаш қозғалысының жетекшілері Қазақстан аумағына келген басқа ұлт өкілдері теңдігінде қорғады. Алаш идеясы халықтың жаршысына айналған Қазақ газетін өмірге келді. Бұл Қазақ газеті 1913-1918 жылдары шығып тұрды. Ұлттық зиялы қауым Қазақ газеті шығуымен біртұтас саяси күшке айналды. Қазақ газеті ұлттық мемлекеттілікті қалпына келтіру идеясын барлық өңірлерге таратып, халықтың ұлттық сана сезімінің оянуына түрткі болды. 1917 жылы желтоқсан айында Орынбор қаласында екінші жалпы қазақ съезі өтті. Осы съезде қазақ мемлекеттілігі туралы мәселе қарастырылды. Съездің күн тәртібінде өзекті Ресей құрамында ұлттық автономия, ұлттық үкімет құру міндеті тұрды. Алашорда басшылары ұлттық автономия құруда негізгі ұстаным ретінде басқа ұлт өкілдерінің мүддесімен санасатын ұлттық бірігуді көздеді. Съезд Алаш атауымен Қазақ автономиялы үкіметінің құрылғаны туралы жөнінде мәлімдеді. Яғни Алашорда үкіметі деген атпен уақытша халықтық кеңес үкімет құрылғаны айтылды. Уақытша халықтық кеңес құрамы 25 адамнан тұрса, оның 10-ы өлкедегі басқа ұлттың өкілдері еді. Бұл Алашорда үкіметінің демографиялық сипатын айқын танытты. Әлихан Бөкейханов: тірі болсақ, алдымызда үлкен той. Алаштың баласы бұл жолы болмаса, жақын арада өз тізгінін өзінде бөлек мемлекет болар деген ұлттық мемлекеттілікті құру болашақта жүзеге асатыны туралы нық сеніммен айтқан болатын. Оқушылар, бүгінгі сабағымыздағы тақырыптық меңгергендігіміз жөнінде тапсырмаларды орындаймыз. Аяқталмаған тезис әдісі арқылы бірінші тапсырманы орындаймыз, яғни деректермен жұмыс жасаймыз. Біз сабақтың басында
үш топқа біріккен болатынбыз. Бірінші топ Әлихан Бөкейханов тобы, екінші топ Ахмет Байтұрсынов тобы, үшінші топ Міржақып Дулатов тобы. Экранда берілген тапсырмаларды дәптерге орындаймыз. Оқушылар, тапсырманы орындап болсақ, экрандағы дұрыс жауаппен салыстырып көреміз. Бірінші Әлихан Бөкейханов тобының жауабы. Оқушылар, өздеріңіз жазған мәліметтерді экрандағы дұрыс жауаппен салыстырып көріңіздер. Екінші топ Ахмет Байтұрсынов тобы. Үшінші топ Міржақып Дулатов тобы. Екінші тапсырмаға назар аударамыз. Сәйкестендіру кестесі әдісі арқылы әр оқушы парталасымен бірге отырып жұптық жұмыс орындаймыз. Яғни сіздерге ұғым берілген және сол ұғымның сипаттамасын сәйкестендіріп дұрыс жауабын табуларыңыз керек. Оқушылар, өздеріңіздің дұрыс жауаптарыңызды экрандағы жауаппен салыстырып көреміз. Үшінші тапсырмаға назар аударамыз. Бұл берілген ақпараттардың ақиқат немесе жалған екендігін жеке жұмыс арқылы орындаймыз. Оқушылар, сіздерге берілген ақпараттардың ақиқат немесе жалған екендігін экрандағы дұрыс жауаптармен өз жауаптарыңызды салыстырып көріңіздер. 1906 жылы ақпанда Орал қаласында екінші қазақ съезі өтті. Бұл ақпарат жалған. 1913 жылдан бастап Орынборда жалпы ұлттық қазақ газеті шығарыла бастады. Бұл ақпарат ақиқат. Қазақ газетінің негізін Ахмет Байтұрсынұлы қалады. Бұл ақпарат ақиқат. 1906 жылы Семей қаласында екінші қазақ съезінде Алаш партиясы құрылды. Бұл ақпарат жалған. 1917 жылы 21-26 шілдеде Орынборда өткен бірінші жалпы қазақ съезі ұлттық саяси Алаш партиясының құрылғанын жариялады. Бұл ақпарат ақиқат. Алаш партиясының бағдарламасы 10 бөлімнен тұрды. Ақпарат ақиқат. Тірі болсақ, алдымызда үлкен той. Алаштың баласы бұл жолы болмаса, жақын арада өз тізгіні өзінде бөлек мемлекет болар деп айтқан Әлихан Бөкейханов. Бұл ақпарат ақиқат. Алаш зиялылары жалпы ұлттық бірлік пен келісімді сақтау және нығайтуда елді біріктіруші күшке айналды. Бұл ақпарат ақиқат. Оқушылар, бүгінгі сабақтың мазмұнын игергендіктеріңіз туралы Шол ер табақшасы арқылы рефлексия жүргіземіз. Экранға назар аударамыз. Егерде сізге сабақ қатты ұнаса, белсенділігіңізді айтып, жазғаныңызды дәптерге жасыл қаламмен белгілеп қоясыз. Яғни сіз жасыл табақшаны таңдадыңыз. Егер сіз сары түсті табақшаны таңдасаңыз, сабақ ұнады, бірақ бір-екі сұрағым бар деп, сол сұрақты дәптерге түсіріп қоясыз. Егер сіз сабақтан қатты қиналсаңыз, не себепті қиналдыңыз? Сон себебін жазып, қызыл түспен белгілеп қоясыз. Өз ойым стратегиясы арқылы бағалау жүргізіледі. Яғни сіздер бүгінгі сабақта қате кеткен жауаптарыңызды алып тастайсыздар. Білгіңіз келетін сұрақтар болса, дәптерге жазып аласыздар және сабақ барысында әрбір тапсырмаларға дұрыс жауап берген болсаңыз, сабақты жақсы түсіндім деп, өз ойыңызды жақсыға қорытындып, өзіңізге баға бересіз. Оқушылар, енді бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Алаш қозғалысының тарихи маңызы зор болды. Бұл Ресей империясының 1822-1824 жылдардағы отаршылдық саясаты негізінде үзіліп қалған мыңдаған жылдық дәстүрі бар мемлекеттілікті қайта қалпына келтіру талпынысы еді. Қазіргі мемлекеттілігіміздің негізінде осы алаш идеясы жатыр. Алаш қайраткерлерінің ту етіп көтерген ұлттық идеясын жоғалтпай, егемендігімізді, ерлігімізді, бірлігімізді сақтайық. Елімізде тек тыныштық орнасын. Оқушылар, келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.